Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді тыңдарман, біз сіздермен алдыңғы сабағымызда адам табиғатына тән эмоциялық қырға, яғни эмоциялық интеллект мәселесіне тоқталған болатынбыз. Бұл жалпы эмоциялық интеллект дегеніміз не? Қай ғасырдан бастап бұл эмоциялық адамның сезімдерін зерттеу өз күшіне енді, осыған қатысты сөз қозғаған болатынбыз. Енді бүгін сіздермен осы адамның эмоциялық қырларының бірі қызғаныш мәселесіне тоқталып өту жөн санап отырмыз. Жалпы бұл қызғаныш дегеніміз адам табиғатында болмысынан бар ма? Қызғаныш дегеніміз не? Қызғаныш неден туындайды? Қызғаныштың туындау өзегіне осы мәселелердің басын ашып алайық. Қызғаныш дегеніміз бұл адам табиғатында тумысынан бар болмыс. Бұны кейінгі зерттеулер дәлелдеп отыр. Яғни психологиялық зерттеулерде психолог ғалымдар баладағы қызғанышты зерттеген. Яғни жас баладағы қызғаныш зерттеген кезде баланың өзінің анасын қызғанатындығы анықталған. Сол себепті психолог ғалымдар зерттей келе мынандай тұжырымға келген. Яғни қызғаныш деген бұл адамның болмысында бар. Ислами психологиялық көзқарас бойынша да бұл адамның табиғатында тумысынан, яғни болмысында бар сезім. Бірақ бұны дұрыс қолдану немесе бұрыс қолдану мәселесі адамның таңдауына берілген мәселе. Бұған сөзіміздің ортасына таман тоқталатын боламыз. Ал енді бұл қызғаныш, жалпы қызғаныштың түсіндірмесі не? Қызғаныштың түсіндірмесі психолог ғалымдар, мысалы Альфред Адлер өзінің «Наука о характерах. Понять природу человека» деген кітабында бұл қызғанышты былай түсіндірді. Қызғаныш дегеніміз бұл адамның айналасындағы адамдардың жетістігін көріп қызғануы дейді. Яғни өзін сол жетістікке қол жеткізе алмағандығын сезінген кездегі оянатын сезім дейді. Ал енді ислам психологиясы тұрғысынан түсіндірме ретінде қызғанышты түсіндіретін болсақ, қызғанышты екі терминмен қарастырады. Біріншісі хасад, бұл кәдімгі қызғаныштың, қазақшада қызғаныштың қызыл иті деп айтылады ғой. Орыстарда бұны черная зависть дейді. Екіншісі әл-ғибта. Бұны қазақшада қызығу деп айтамыз, ал орысшада белая зависть деп айтылады. Яғни ислам психологиясында екі терминмен қарастырамыз. Әл-хасад ва әл-ғибта. Әл-хасад дегеніміз ислам ғалымдарының түсіндіруі бойынша Алла тағаланың қандай да бір адамға берілген қандай да бір нығметін келесі қызғанған адамның түп тамырымен кетуін қалауы. Яғни бір адамға нығмет берілді Алла тарапынан. Енді келесі бір адам ол адамды қызғанған кезде, ол егер хасад қызғанышымен, черная зависть немесе қызғаныштың қызыл итімен қызғанатын болса, жаңағы нығметтің ол адамнан кетуін қалайды. Ал ғибта деген мәселе ол қазақшада жаңа айтты, қызығу мәселесі. Яғни бір адамға Алла тағала нығмет берді, оған осы ғибта мәселесімен, сезіммен қараған адам, ол адамнан ол нығметтің кетуін қаламайды, бірақ сол нығметтің өзінде де болғанын қалайды. Яғни ол адамға қызыға отырып, өзі де сол нығметке қол жеткізуді қарайды. Екеуінің айырмашылығы осы. Яғни орыстарда черная зависть, белая зависть деп бұл бөлінеді. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде бұл қызғанышқа қатысты айтады. Қызғаныш деген бұл отынға тоймайтын от секілді дейді. Яғни отқа қанша отын тастасаңыз да от тоймайды ғой, оны жаға береді, оны жұта береді. Сол сияқты бұл қызғаныш та от секілді дейді. Бүкіл жақсылықтарды жойып жібереді дейді. Яғни қатты ескерткен бұл қызғаныштан. Қызғаныштан ескерткен уақытта пайғамбарымыз осы хасад деген қызғаныштың ауыр түрінен бізді ескерткен болатын. Яғни бұл қызғанышқа бой алдырмаңдар деп. Ал жалпы жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, қызғаныш бұл адамның бойында бар нәрсе. Пайғамбарымыз басқа бір хадисінде адам ешкім қызғаныштан ада емес деген. Яғни барлық адамның бойында қызғаныш бар. Бірақ сол қызғанышты біз қай категорияға шығарамыз? Хасад категориясында, черная зависть категориясына шығарамыз ба, жоқ ғибта категориясында ұстап тұра аламыз ба? Мінекей мәселе осында. Ал енді қызғаныштың туындау өзегіне. Қызғаныштың туындау өзегі үш категорияда қарастырсақ болады. Яғни бірінші категория жаныңыздағы адамның өзіңізден жоғары болып кететінін ойлап қызғану. Яғни өзіңізді өзгеден артық санаған жағдайда жаныңыздағы адам сізден артық бола бастаған уақытта сізде қызғаныш пайда бола бастайды.
Ал егер ол адам бір жағдайда тұрақтап тұрса, ол адамнан жоғары адамда қызғаныш болмайды. Сол себепті мысалға шайтан мен Алла тағала періштелерге Адам алейхиссаламға сәжде етуді бұйырған кезде шайтан сәжде еткен жоқ. Сол кезде Алла тағала шайтаннан сұрайды ғой, сәжде етуден сен не тыйды деген кезде, ана хайрун минху дейді. Мен одан артықпын дейді. Көрдіңіз бе? Яғни адамнан өзін артық санау арқылы шайтан адамды қызғанған. Яғни өзін артық санағандықтан Алла тағала адамға ілім беру арқылы адамды биік дәрежеге көтерді. Дәрежесін көтеріп жіберген кезде шайтан не істеді? Оны қызғанып қалды. Көтермей қалды бұл нәрсені. Екінші мәселе адамның өзіне деген сенімсіздік пайда болған жағдайда. Яғни ол қалай пайда болады? Ол енді тіршілік болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін бұл өмірде жалпы әрдайым әрекет бар. Сол себепті адамның өмірі болсын, адамның санасы болсын, адамның әлеуметтік қарым-қатынасы, әлеуметтік қозғалыстары, қоғами қозғалыстары болсын, әрдайым дамуда. Сол себепті сіз болсын, жаныңыздағы адам болсын, егер осы әрекет мәселесіне көшетін болса, тұрақтап қалмайтын болса, ол дамиды. Дамыған кезде кейбір адамдар осы ғибта мәселесін ұстап тұра алмаған адамдар жанындағы адамның дамып жатқанын көрген кезде өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Сол сенімсіздік пайда болған жағдайда адамда қызғаныш пайда болады. Неге? Өйткені адам белгілі бір жетістікке жете бастаған уақытта адамда сенімсіздік пайда болады. Осы сенімсіздік, мінекей ғалымдар айтқан, адамды қызғанышқа жетелейді деген. Егер ол саналы түрде бұған көзқарас білдірмейтін болса, саналы түрде көзқарас білдірмейтін болса дегеніміз қандай? Ол өзінің де ол жетістікке жете алатындығын және де өзінің тарапынан болып жатқан қателік, кемшілікті, яғни жалқаулық болсын, батылсыздық болсын, соны ескермеген жағдайда ол жаңағы адамды қызғанады деген. Ал бірақ жаңағы дамып жатқан адамның ол ешқандай кінәсі жоқ қой. Ол өзі әрекет етті, ол өзі дамуға тырысты, сол себепті дамып жатыр ол. Алла тағала берекетін беріп жатыр. Бірақ қарама-қарсысындағы адам өзінің немқұрайлығы себепті, өзінің жалқаулығы, өзінің батылсыздығы себепті белгілі бір деңгейде дамымай қалды. Немесе уақытша тұрақтап тұр. Сол кезде өзіне деген адамда сенімсіздік пайда болады. Жаңағы ғибта категориясын ұстап тұра алмаған адам не істейді деген, жаңағы адамды қызғанады деген. Одан кейін үшінші мәселесі бұл дүниенің тар шеңберімен өлшеу, бүкіл мәселені. Өйткені бұл дүниенің тар шеңберімен өлшемеген жағдайда, бір сөзбен айтқан кезде абстрактылы ойлай алмау. Абстрактылы ойлау деген сөз, яғни бір белгілі бір тылсым мәселеге, яғни ол тылсым мәселе дегеніміз бізде ислам психологиясында Аллаға деген сенім, ақыретке деген сенім. Осы мәселелерге сенім болмаған жағдайда, яғни бұл дүниедегі сана тұрғысынан, сенім тұрғысынан, жүрек тұрғысынан тұрақтаған жағдайда адамда басқаға деген қызғаныш пайда болады. Бұны Құран кәрімде Алла тағала адамның бұндай табиғатын бізге былайша түсіндіреді. Қасас сүресінің 79 аятында Алла тағала былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Фахараджа аля қаумихи фи зинатихи. Яғни Қарынбай дейді ғой қазақта, осы Қарынбайдың қиссасын Алла тағала бізге баяндай отырып, кейбір адамдардың табиғатын бізге былай түсіндіреді. Фахараджа аля қаумихи фи зинатихи. Қарынбай өзінің бүкіл үлдемен бүлдеге оранып, бүкіл зейнетін асынып, бүкіл байлығымен халықтың алдына шықты дейді. Қауымының алдына шықты дейді. Қала аллазина юридуна алхаята дуния. Сол кезде бұл дүниені ғана қалайтын адамдар, бүкіл санасы, жүрегі осы дүниеге байланған адамдар не деп айтты дейді? Я лайталана мисла ма утия Қаруну. Бізге де шіркін-ай, мынау Қарунға берілгендей нығмет, мынандай байлық берілгенде ғой. Иннаху лазу хаззин азим дейді. Ол не деген бақытты адам, ол не деген бақ дәулетті адам деп осындай дүниеге ғана байланған адамдардың бізге табиғатын Алла тағала көрсетеді. Мінекей, қызғаныштың негізгі туындау себептері осы үш категорияда қарастырсақ болады. Енді ислам психологиясында жаңа жоғары жақта айтып кеттік, хасад және ғибта деп бөледі деп. Енді хасадқа қатысты Құран кәрімде мына аятқа тоқталып өтейік. Алла тағала бұл хасад, яғни адамдағы бұл хасад категориясының қаншалықты қауіпті және де қаншалықты зиянды екендігін бізге түсіндіреді былай деп. Бұны Алла тағала Құран кәрімнің Бақара сүресінің 109 аятында былай деп айтады. Вадда кафирун мин ахлил китаби
ла яруддунакум мин баъди иманикум куффара дейді. Сенде кітап иелерінің көпшілігінің көксегені дейді. Сендердің имандарыңнан тайдырып күпірлікке әкеліп салу дейді. Яғни сендерді қайтадан кәпір қылу дейді. Не себепті? Яғни мысалға қарап отырсаңыз, иман мен күпірліктің арасы жер мен көктей. Иман деген үлкен бақыт, күпірлік деген бақытсыздық. Яғни қарасаңыз, сол сіздің бақытыңыздан сізді ажыратып, бақытсыздыққа әкеп салуды қалайды дейді. Кітап иелерінің көпшілігі дейді. Олардың көксейтіні сол дейді. Хасадан мин инди анфусихим. Яғни өздерінің ішіндегі қызғаныштары себепті. Яғни олардың қызғаныштары не нәрсеге жетелеп отыр? Адамды бақытты жағдайынан алып бақытсыздыққа салып жіберуден. Мин баъди ма табайяна лахумул хақ. Ақиқат оларға баяндалғаннан кейін де дейді. Яғни ақиқат оларға баяндала тұра, олар иман еткендерді қызғанып, не істейді? Оларды күпірлікке салып жібергісі келеді дейді. Мінекей, хасадқа қатысты Алла тағала Құран кәрімде осындай мысал келтіреді. Ал енді ғибтаға байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мысал ретінде мына бір хадисіне тоқталып өтейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: ла хасада илля фи ифнатайн. Жалпы бұл дүниеде мына екі адамға ғана қызғанышпен қарауға болады деген пайғамбарымыз. Яғни бұл жерде хасад сөзі қолданылғанымен ғұламаларымыз не деген? Бұл жердегі қызғаныштың түрі ғибта айтылып тұр деген. Яғни аударған кезде бұл дүниеде мына екі адамға, мына екі категориялы адамға ғана қызығып қарауға болады дейді пайғамбарымыз. Оның біреуі кім? Раджулун атахуллахул Құр'ана фахуа яқуму бихи ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Алла тағала Құранды үйреткен, Құранның үкімдерін үйреткен. Және де ол адам күндіз-түні сол Құранды оқып, күндіз-түні сол Құранға амал ететін адам деген. Яғни бір сөзбен айтқан кезде, жалпылама айтқан кезде, кейбір хадистер, басқа бір осыған ұқсас хадистерде айтылады, Алла тағала даналық берген, Алла тағала білім берген, сол білім арқылы амал еткен адам деп те келеді. Яғни Алла тағала бұл өмірде білім берген адам, және де сол білімді ол күндіз-түні үйретумен өзгелерді, сол білімге амал етумен өмір сүріп жатқан адамға қызыға қарауға болады дейді пайғамбарымыз. Екіншісі, екінші категориялы адам бұл хадистегі вараджулун атахуллаху малан фахуа юнфиқуху ана ал-лейли ва ана ан-нахар дейді. Екіншісі, Алла тағала дүние мүлік берген адам дейді. Яғни көп байлық берген адам, және де ол байлықты жаңағы адам Алла тағаланың жолында күндіз-түні жұмсайтын адам дейді. Яғни байлықты ысырап етіп, харам нәрсеге, орынсыз нәрсеге жұмсайтын адам емес. Алла тағаланың берген байлығының қадірін біліп, соны Алла жолында жұмсайтын адам дейді. Яғни осы екі категориялы адамға бұл өмірді қызыға қарауға болады дейді пайғамбарымыз. Яғни бұл жерде мінекей бұл ғибтаның мысалы, қадірменді ағайын. Енді мына мәселені аша кетейік. Қызғаныш жалпы адамды не нәрсеге итермелейді, не нәрсеге жетелейді? Осы мәселеге де тоқтала кетейік. Бұл қызғаныш, мысалы хасад деңгейіне, хасад категориясына көтерілетін болса, бұл бір орында тұрып қалмайды. Бұның ары қарай атқаратын функциясы бар. Бірінші, бұл адам мен адамның арасын ажыратады. Яғни бір-бірін қызғанатын адам ол бірге ешқашан отырмайды. Және де бұл тек қана ажыратып қоймайды, тағы бір үлкен кульминациялық функциясы бар. Бұның адам мен адамның арасында дұшпандық отын тұтатады. Яғни ондай адамдар мүмкіндік болған жағдайда бір-бірінің аяғынан шалуға, бір-бірін мұқатуға, тіпті өлтіріп жіберуге дейін барады. Құран кәрімде бұның дәлелі Абыл мен Қабылдың қиссасы. Абылдың құрбандығы Қабыл болған кезде оның бауыры Қабыл не деді? Мен сені өлтірем деді. Яғни оның құрбандығы Қабыл болған жоқ. Мен сені өлтірем деді. Сонда бұны ғалымдар түсіндірген, осы аяттың тәпсірлерін түсіндірген кезде, осы оқиғаның ғалымдар не дейді? Қабыл бауыры Абылды қызғанды дейді. Яғни несі? Құрбандығы Қабыл болғандығы үшін. Сол себепті дұшпандығы оянып, оны өлтіріп қолын қанға бояды дейді. Мінекей, бұл деген күнделікті өмірде де байқап отырсаңыздар, аяқтан шалу, бір-бірін мұқату, мүмкіндік болса бір-біріне зұлымдық жасап қалу, бұл неден туып жатыр? Бұның түп негізі осы хасад категориясында қызғаныш екен ағайын. Яғни мінекей, қызғаныштың осындай функциялары бар. Мысалға, Юсуф сүресінде де бұған қатысты, осы хасад категориясына қатысты қызғанышқа тоқталып өтсек болады. Мысалға, Юсуф алейхиссаламды білесіздер, бауырлары құдыққа тастады. Құлдыққа сатылуына себепкер болды. Әкесінен ажыратып алды. Қаншама жыл Юсуф алейхиссалам соның себебінен түрмеде жатты.
қаншама жыл құлдықта болды. Мінекей бұның бәрі осы қызғаныштың себебінен. Яғни бауырлардың арасында да қызғаныш сезім болады екен. Енді мысалы Құран кәрімде Юсуф сүресінде Алла тағала былай дейді. Юсуф алейхиссалам әкесіне айтады ғой: әкешім, мен сондай 11 жұлдызды көрдім түсімде, ай мен күнді көрдім маған сәжде етіп жатқан дейді. Сонда әкесі не дейді баласына? Қала я бунайя ла тақсус руяка ала ихватик. Балам, бұны бауырларыңа бұл түсіңді айтпа дейді. Неге? Фаякиду лака кайдан. Олар саған қатысты айла ойластыру мүмкін, тұзақ құру мүмкін дейді. Инна шайтана лил инсани аду мубин. Өйткені шайтан расында да адамға анық дұшпан дейді. Яғни шайтан оларды азғырып, саған қатысты бір тұзақ құруына, айла құруына себепкер болуы мүмкін дейді. Яғни бұл жердегі бауырларыңа айтпа деп тұрған нәрсесіне оларды қызғандырма дейді. Яғни олар қызғанып қалуы мүмкін дейді. Қызғаныштың тағы да бір атқаратын функциясы, егер осы хасад категориясына көтерілген жағдайда, бұл адамға ақиқатты мойындатпайды. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оған өмірбаянын мысал ретінде алсақ болады. Пайғамбарымызға пайғамбарлық берілген уақытта кітап иелері, яһудилер, сол кездегі христиандар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам өз балаларындай танитын еді кітаптарынан. Пайғамбарымыздың бүкіл сипаттарын білетін еді. Бірақ осы қызғаныш себепті олар пайғамбарымыз әкелген ақиқатты, ислам ақиқатын, шариғаттың ақиқатын, Құран ақиқатын мойындаған жоқ. Біле тұра мойындаған жоқ. Яғни осы қызғаныштары осы нәрсеге олар не істеді? Жетеледі. Енді мына бағана жоғарыда айтып кеттік, Альфред Адлер өзінің наука о характерах, понять природу человека деген кітабында осы қызғаныштың мына екі бір түсін атап өтеді. Ол бірінші, мына қызғанушы адам дейді. Яғни қызғанышы хасад деңгейіне, черная зависть, қызғаныштың қызыл иті деңгейіне көтерілген адам, бұл әрдайым өзгелерді кінәлаушы келеді дейді. Неге? Өйткені ол өзінің жетістікке жете алмағанын көреді, басқалардың жетістікке жетіп жатқанын көреді, тар шеңберде, бұл дүниенің тар шеңберімен ойлайды, өзіне деген сенімсіздік туындайды, ақыретке деген сенімділігі кәміл емес. Сосын не істейді? Басқаларды кінәлайды. Яғни өзін кінәлаудан бастамайды, басқаларды кінәлайды дейді. Одан кейін оның бұл жаңағы қызғанышын, өзінің басқаларды көре алмаушылығын, басқаларға деген осы қызғанышы себепті болған зұлымдығын, аяқтан шалушылығын ол өзі былай деп ақтайды дейді. Яғни белгілі бір мақсатқа қол жеткізуім үшін деп өзін ақтап алады дейді. Бұл да мінекей, бұл жаңа Альфред Адлердің кітабында айтқан осы қызғанышқа қатысты айтқан нәрсесі, яғни адамды осындай төмендікке дейін не істейді? Қызғаныш түсіреді екен. Жаңа біз жоғарыда өзіміздің бір сөзіміз айтып кеттік. Бұл қызғаныш сезімі бәрінде бар деп. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде қызғаныштан ада ешкім жоқ деген. Яғни қызғаныш бәрінде бар. Бірақ шариғатымыз бізге осы қызғанышты дұрыс қолдануды үйретеді. Дұрыс қолдануға шақырады, соны өсиет етеді. Егер біз осы қызғанышымызды дұрыс қолданбаған жағдайда, онда бұл даттаулы сипаттың, даттаулы ерек мінездің біріне айналады. Ал егер біз бұны дұрыс жағдайда қолданған уақытта, бұл мақтаулы сипатқа ойысады. Егер мысалға біз Алла тағаланың біреуге берген нығметін қызғанып жатсақ, біреудің жетістігін қызғанып жатсақ, және де одан оны кетуін қалап қызғанатын болсақ, онда біздікі дұрыс емес әрине. Онда біз дұрыс емес қызғанышпен өмір сүріп жүрміз. Яғни бұл біріншіден өзімізге зиян. Өйткені ғалымдардың айтқаны бар, өзгенің жетістігін, өзгенің жеңісін қызғанған адам ол өзіне ғана зиян тигізеді деген. Яғни өзін іштей құртша кеміріп жейді деген. Яғни қызғаныш деген бұл адамды іштен жейтін дерттің бірі. Ал егер дұрыс жағдайға қолданған болатын болсақ, онда біздің өміріміз жақсарады, яғни ішкі жан дүниеміз рахат табады. Егер қандай да бір жетістікті, біреудің жеңісін, одан кетуін қаламай, керісінше оған береке тілеп, бірақ Алладан өзімізге де сондай нығметті беруін тілейтін болсақ, мінекей бұл нағыз қызғаныштың дұрыс қолданылған түрі болып есептеледі. Енді мынандай да сұрақ туындайды. Енді осы қызғанышты қалай тудырмауға болады? Мысалға біз кейде мына мәселені ғана қараймыз ғой. Мен өзім қызғанбауым керек басқаны деп. Бірақ басқа адамның да сізді қызғануына сіз жол ашпауыңыз керек. Яғни былайша айтқан кезде қарым-қатынас мәселесі екі жақта да қамтылу керек.
Ал енді сіздің жеңісіңізді, сіздің жетістігіңізді басқа бір адам қызғанбау үшін қандай шаралар қолданғанымыз дұрыс? Бірінші шара ол адамды қызғандырмау. Мысалға, өзіңіздің бір жетістігіңізді немесе қандай да бір жеңісіңізді, өзіңізге берілген бір нығметті адамдарға көрсете бермеу. Қажет болған жағдайда ғана көрсету, немесе ең жақын адамдарға ғана көрсету, және де көрсеткен жағдайда, айтқан жағдайда тек ғибрат мақсатында ғана айту. Мысал келтіре кетейін. Мысалға, сіз бір жетістікке жеттіңіз. Сосын бір аудиторияда отырған кезде айналаңыздағы адамдар оны білмейді. Сіз іштей сол жетістікпен бөліскіңіз келіп жатыр. Егер сіздің ниетіңізде ол мына адамдарды мен бір қызғандырайын, іші күйсін деген сияқты нәрсемен айтатын болсаңыз, жаныңыздағы адамға, құрбыңызға немесе досыңызға, онда сіз күнәһар болғаныңыз. Неге? Өйткені сіз әдейі оның ішінде өзіңізге қарсы қызғаныш отын тұтатып жатсыз. Ал егер жоқ, ғибрат болу мақсатында айтқан болсаңыз, онда бұл дұрыс болып есептеледі. Екіншісі, қызғанышты тудырмаудың, өзіңізге қарсы басқа адамнан қызғаныш тудырмаудың тағы бір түрі бұл әрдайым не істеу? Көмектесу. Әрдайым қол ұшын беру. Мысалға, біздің шариғатымызда зекет мәселесі, садақа мәселесі, байлардың кедейлерге көмектесу мәселесі не үшін шариғи норма ретінде бекітілген? Өйткені бай мен кедейдің ортасындағы бұл алтын көпір зекет. Егер бай адам кедей адамға зекетін бермесе, онда кедей адам байды қызғанады, малын қызғанады, оны қарғайды. Ал егер бай адам кедей адамға әрдайым көмектесіп отырса, малынан зекетін шығарып отырса, онда кедей адам ол бай адамның керісінше байлығының арта беруін тілейді. Неге? Өйткені бай адам оған өзіне көмектесіп жатыр. Сол себепті кедейдің тарапынан оған деген қызғаныш туындамайды. Ғибта қызығу туындауы мүмкін, бірақ қызғаныш туындамайды. Неге? Өйткені арада өзара бір-біріне қол ұшын беру, өзара көмектесу мәселелері дұрыс жұмыс жасап жатыр. Енді бұл тек қана байлыққа қатысты емес, Алла тағала біреуге білім беруі мүмкін, біреуге денсаулық беруі мүмкін. Мінекей осындай нығметтермен де білім берді ме, басқаларға үйрету арқылы, қол ұшын беру арқылы сіз біліміңізбен бөлісіңіз. Ал егер адам тек қана өзіме деп бар нығметті тек қана өзіне жинай беретін болса, өзінің бойында ғана ұстаса, онда ол міндетті түрде басқалардың тарапынан не істейді? Қызғаныш тудырады. Одан кейін Алла тағаланың нығметі бәріне жетеді деген психологияда болу. Мұны Стивен Кови өзінің 7 навыков высокоэффективных людей деген кітабында былайша түсіндіреді. Адамда дейді, мынандай характер болу керек дейді. Яғни барлық нығмет бәрімізге жетеді деген. Яғни бұл біздің шариғатымызда да бар. Алла тағала Құранда айтады ғой: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха" дейді. Алла тағаланың нығметін санайтын болсаңдар, оның санына жете алмайсыңдар. Яғни Алла тағаланың нығметі бәріне жетеді. Ислами психология тұрғысынан қараған кезде шариғатымыз, ислами психологиясы бізге нені үйретеді? Алла тағаланың нығметі бәріне жетеді. Сол себепті біреуді біреу қызғанатындай жағдай орын алмау керек. Бір адам жетістікке жетіп жатса, ол адам жеткен жетістікке сіз де жете аласыз. Оны қызғанудың орны жоқ. Яғни оны қызғанудың қажеті жоқ. Тек қана өзіңіз әрекет етіңіз, Алла тағала берекесін береді. Мінекей, осы басқа адамның тарапынан сізге қатысты қызғаныш тудырмаудың категориялары осындай. Яғни қызғандырмаңыз. Бұны Юсуф сүресінде де бағана жоғарыда айтып кеттік қой. Қала я бунайя ла тахсус руяка аля ихватик. Ей балашым, оны бауырларыңа айтпа дейді бұл түсіңді. Яғни айтып олардың қызғанышын тудырма дейді. Өйткені шайтан адамды азғырып жібереді. Сол қызғанышын оятып жібереді шайтан. Уәсуәс салу арқылы, азғыру арқылы. Сол себепті қызғандырмауға тырысу. Екінші, қол ұшын беру. Үшінші, Алланың нығметінің барлығына жететіндігін біліп, сол психологияда болу, яғни сол қанағат сіздің ішкі жан дүниеңізде болу керек. Мінекей, қадірменді тыңдарман, қызғанышқа қатысты бүгінгі айтқымыз келген мәселелер осы. Жалпы қорытындылай келе айтатын болсақ, мұсылман адам қызғаныштың ғибта категориясын әрдайым қолданған дұрыс. Соны практикалық тұрғыдан әрдайым өміріне, бойына сіңірген дұрыс. Ол қандай категория? Яғни бір адамның жетістігіне қызыға қарау. Ол адамға сол жетістігінің артуына береке тілей отыра, сол жетістіктің, сол нығметтің өзінде де болуын қалау. Ал хасад категориясы ол керісінше Алла тағаланың бір адамға берген жетістігін ол адамнан кетуін тілеу. Егер ол адамнан кетпей жатса, оған қандай да бір зұлымдықтар жасау арқылы, немесе
тілмен ғайбат айту арқылы, сыртынан өсек айту арқылы зиян тигізуге тырысу. Мінекей бұл өте қауіпті нәрсе, бұл адамды күнәға итермелейтін нәрсе. Одан кейін тағы бір мәселені айта кетейін, қадірмен тыңдарман. Егер кімде-кімнің ішінде қызғаныш оты тұтанатын болса, яғни қызғанып қалған жағдайда, оны іште адам өзінің ішінде бұқтырып жіберуге тырысу керек, яғни оны сыртқа шығармау керек. Сыртқа шыққан жағдайда ол күнәға айналады. Яғни тілмен, немесе сөзбен, немесе қандай да бір басқа бір әрекетпен зұлымдық жасау арқылы оны сыртқа шығармаған жөн. Яғни өзіңіздің ішіңізде қалсын, және де оны бірте-бірте жаңағы ғибта категориясына түсіруге тырысу керек. Одан кейін тағы бір мәселе, ғалымдарымыз өте маңызды мәселені айтады. Егер дейді, кімде-кім өзінің жанындағы адамның жетістігін қызғанатын болса, демек ол Алла тағалаға қарсы шыққанмен бірдей дейді. Неге? Өйткені ол жетістікті ол адамға беріп жатқан Алла тағала ғой. Сол себепті Алла тағаланың жетістігін ол адамға лайық көрмеу арқылы, ол адамды қызғану арқылы сол жетістік үшін, яғни бейне бір Алла тағалам неге бұған мұндай жетістік бердің, бұл лайық емес қой деп Алла тағалаға қарсы шыққанмен бірдей деген. Сол себепті қызғаныш деген, пайғамбарымыз жоғары жақта хадисін айтып кеттік, тегін айтпаған. Бұл отын секілді, яғни жақсылықтарды, отынды әрдайым, отынға тоймайтын, отынды әрдайым жалмаған от секілді жақсылықтарды жалмайды деген бұл қызғанышты. Сол себепті қадірмен ағайын, бұл біз қызғаныш деген, бұл қызғаныштың қызыл итінен, черная зависть емес, хасад деген категориясынан сақ болуымыз керек. Мүмкіндігінше күнделікті өмірлік практикамызда, өмірлік осы тіршілігімізде, өмірімізде ғибта деген категорияда, яғни қызығу категориясында жүргеніміз абзал. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.